Сәлем достар, бүгін біз печенье дайындаймыз. Ингредиенттері барлықтарыңыздың үйлеріңізден табылады. Ол үшін 100 мл айран, 80 грамм сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін 10 ас қасық қант саламыз. Оны жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бір ас қасық бал салып, және өздеріңіздің қалауларыңызша какао немесе мак салсаңыздар болады. Менде ол мак. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бір ас қасық қопсытқыш салып, жақсылап араластырамыз. Осыдан кейін мөлшерінше ұн салып, қамыр илейміз. Қамырды илеп болғаннан кейін оны жайып, ромбтап тураймыз. Ортасына салмаларыңызды өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Менде ол варенье. Формаға май жағып, дайын болған печеньеларды саламыз. Және 200 градус